Әкем барда әміршім әулетімде, көретінмін тұлғасын тау ретінде. Арманыңа кешікпей жету үшін тау тұрғаны жақсы ғой жау бетінде. Тауың шөбі қорғаның құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса төбемізден су ағады. Ардақты әкеміз Сапаров Болат Жүсіпұлы 1952 жылдың 2 сәуірінде Ресейде Саратов облысындағы аудан орталығы Александров-Гай ауылында дүниеге келді. Әке шешесі де байырғы қазақ жері саналған сол өңірде туып өсіп, ата қонысына тамыр жайған. Елеулі еңбегімен көзге түсіп, ел жұртына қажырлы еңбегі сіңген жандар. Сонысымен де айналасына сыйлы боп, абырой биігінен көріне білген. Әкеміздің алғаш тәй-тәй басқан қадамы осы ауылда басталды. Бір жерде қолына гүл шоғын алып, бір жерде баянын тартып тұрған мына кішкентай қара домалақ бала оның ауыр тіршіліктен бейғам балдырған балалық шақ еді. Сол Александров-Гай ауылында алғаш мектепке қадам басып, туған жерінде 10 жылдық білім ошағын ойдағыдай тәмамдап шықты. Одан соң сол заманның қалыптасқан дәстүрімен әскерге аттанды. Әкеміз Болат Жүсіпұлы Мәскеу аумағының Ступино қаласында әскер сапында 2 жыл жүріп, отан алдындағы борышын өтеді. Әскерден оралған соң 1976 жылы Орал педагогика институтына оқуға түсіп, жаратылыстану география факультетінің химия-биология кафедрасында 1981 жылға дейін білім алды. Өмірлік жарын да осыннан тауып, бір жылдан соң 1977 жылы Зира анамызбен шаңырақ құрды. Отбасылық өмірдің әуелгі жылдарында оқумен бірге сол Оралда өткізді. Үлкен өмірге бірге қадам басқан бақытты жастар алдында қандай қиыншылық тұрса да, сол тағдыр сынағынан қол ұстасып өтуге дайын еді. Сол үдеден шығып, антқа берік болып, одақ заманында да тәуелсіздіктің әуелгі жылдарындағы қиын тіршілікті де бірге өткерді. Институтта оқып жүрген жас отбасы араға жыл салып балалы болды. 2 жастың тұңғышы Гүлжан 1978 жылы Орал қаласында өмір есігін ашты. Ал 1983 жылы Гүлжанның ізінен ерген Тілек ұлдары дүниеге келді. Әкеміздің бауырынан өрген балаларына деген мейірімі шексіз еді. Анамыз екеуі өмірдің ащысында, тұщысында қатар татып, ыстығы мен суығына қатар төзіп жүрсе де, балаларына соның бірін де көрсетпей, мейірім шапағаты мен әкелік қамқорлығын аямай, бар жылы жұмсағымен бағып қағып өсірді. Әсіресе бала тәрбиесіне келгенде ықыласы ерекше болатын. Кішкентайлардың көңіліне қаяу түсірмей, жылы сөйлеп, барынша қолдап жүретіні балажан көңілінен білініп тұратын. Бүлдіршіндерінің мектеп табалдырығын аттаған алғашқы қадамы, мектептегі әрбір қуанышты сәті де назарынан бір тыс қалған емес. Жыл сайынғы алғашқы қоңырау, жаңа жыл сынды мерекелерде үнемі балаларының қасынан табыла білетін. Кейінгі жылдары ұстаздық жолына түсуіне осы қасиеті үлкен әсер етсе керек. Оқуын тәмамдаған соң, 1981 жылы туған жеріне оралып, өз мамандығы бойынша қызмет жолына түсіп, Александров-Гай кентіндегі мектеп директорлығына кірісті. Болат Жүсіпұлы атадан жалғыз туса да, өте бауырмал, көпшіл, жанына жақсы дос жинай білген, жайдары мінез, жарқын азамат еді. Бір топта оқыған студент құрдастарымен кейінгі жылдарға дейін бас қосып тұрды. Әкеміз 1996 жылы тарихи отаны Қазақстанға көшіп, Орал қаласына қоныс тепті. Келген соң қаладағы нөмірі 4-ші орыс мектебін басқаруды қолға алды. Өз ісінің шебері, алғыр да іскер,
білімі білігі толысқан азамат үшін бұл қызметті абыроймен алып кету қиындық туғызбады. Мектебін алға сүйреп, ұжымын ұяда етіп ұстады. Әйтсе де, 5 күндік жалған біреуге ұзақ, біреуге қысқа беріледі. Әкеміз ұзақ жасай алмаса да, мәнді де мағыналы ғұмыр кешіп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Бүгінде солардан өрбіген 5 жиені мен 4 немересі бар. Әттеген айы, немерелерінің үлкендері Аружан мен Айзада ғана атасының көз қуанышы болып, сол екеуінің ғана маңдайынан иіскеп кетті. Әкеміздің жарқын бейнесі мәңгі жадымызда. Ол жақсы әке болумен қатар, сыйлы құда, жақсы жезде, бауырмал нағашы, мейірімді іні, қамқор аға, адал дос бола білген асыл жан еді. Сырғыған уақыт әкеміз дүние салғалы мінекей 20 жылды артқа тастапты. Бүгінде Болат Жүсіпұлының алтын асықтай ұл қызы, немере жиендері, балдыздары, ағайын туыстары мен достары қимастықпен еске алып, ардақтап ас беріп отыр. Әкеміздің артынан жасалған барша дұға тілек қабыл болып, жаратқан алдын жарық қылғай.